Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 20 қаңтар 2026 жыл. Сөйлеп тұрған Жұмамұрат Кеңесұлы. Жылдағы әдетімен сайланбаған, тағайындалған Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қызылордада 5-ші рет құрылтайды бастап кетті. Сол құрылтайда өзінің тағайындаған адамдары, депутат, сенаттар, бүкіл сол Назарбаевтың кезіндегі сол адамдар келіп қатысты. Сөйтті де сол жиында айтты: енді бұдан былай Қазақстан Республикасының Халық Ассамблеясы, ұлттық кеңес мүлдем болмайды, оның орнына кеңес болады, және конституциялық кеңес болады. Әртүрлі мәслихат депутаттары тағайындалады. Әр мекемелерден 42 адамнан дайындалады. Сосын бір палаталық депутаттар болады деді. Парламент болмайды, бұдан былай құрылтай болады деді. Сөйтіп айы аспаннан бірақ шығарды. Сөйтті де бұдан былай баяғы сол Назарбаев тағайындап кеткен вице-президент деген лауазым қалпына келеді екен. Мемлекеттік хатшы, кеңесші деген бәрін алып тастайды, өзгертті. Ежелеп жылдағыдай оқып берді. Осы қарап тұрып ежелеп оқиды. Бұлай еркін халыққа қарап отырып сөз саптай алмайды. Өйткені мемлекеттік қазақ тілін еркін сөйлей алмайды. Барлығы сол жерде отқандардың барлығы қағазға қарап оқиды, Құдай. Ана тілін, қазақ тіл әдебиетін оқымағандар секілді. Ана жердегі отырған бас шұлқып 30 жыл ойыстып біздің уақытымызды ұрлады Назарбаев. Ақыр сонда маңғыт, аузыңа саңғыт деп Дубайға қашып кетті. Енді мынау өтіріктен тағы біреуді шығарып қойды кеше. Жалпы Көкпар Федерациясының президентінің кеңесшісі деп Біржан Қалдыбаев деген біреу шығып: ойбай, Қасым-Жомарт Тоқаев, біз сіздің осы президент болып тағы да сайланғаныңызды қалаймыз деп, баяғыда да сол Назарбаевтың кезінде де біреулерді шығарып қояды. Бейтаныс, ешкім танымайтын адамдарды шығарып 500 адамның атынан, 500 мың адамның дейма, қарапайым халықтың атынан деп айды аспаннан бірақ шығарып біреу әлеуметтік желіде шулатып жатыр. Соған маңдайының соры дүниежүзінде 5 елі халық болса, сол 2 халық болса біреу қазақ, біреу болса жалғыз сол қазақ халық екен. Өйткені 30 жыл Назарбаевқа бетіне қарап, аузымыз аңқиып, құлағымыз қалқиып, соның жердің аст үсті байлығын сүліктей сорып, қасындағы ұяластарымен Дубайдан үй алып тастаған бәріңіз білесіздер. Ұрлап кетті бәріміз, сыпырып, маңғыт аузыңа саңғыт деп. Сөйтіп қарапайым халық айлығы шайлығына жетпей, аузымыз аңқиып, енді Тоқаев келді. Бұғанда 30 жыл қарап отырамыз ба? Сонда менің өзім шал болып қалам ғой, көкем-ау. Қазірдің өзінде міне 48-ден асып барамыз. Сонда басқа халық не істейді? Тым түсінбей, миыма келмейді. Оның атауын құрылтайды, парламентте, сенатте, ол атауын өзгерткеннен түк бәрібір ештеңе өзгермейді ғой. Сол баяғы жартас, сол жартас Назарбаев кезінде отырған адамдар әлі көзі бақырайып, соған бір шалға телміріп отыр. Ана шал ежелеп ноутбукқа қарап оқып отыр. Осындай мемлекет бола ма? 35 жыл бойы айналайын-ау, жаудан қорғалатын бір патрон жоқ, бір завод, фабрика жоқ, қарапайым халықты жұмыспен қамтамасыз ететін тетіктер мүрдем қарастырылмаған. Қарапайым халық, жастар университетті бітіреді, магистратура, докторантураның дипломы жарамайды. Бірде-бір елде біздің Қазақстан диплом жарамайды. Сөйтеді, шетелге қашып жатыр жастардың бәрі. Şu шетелге оқу. Неге бұлардың бәрі шетелге әуес десем, өйткені сол жаққа барып үдіре көшіп жатыр бәрі. Ақшасы бар емес, қалмайды. Қарапайым халықтың өзі виза бермегендіктен, грин карта шықпағандықтан Америкадан, мынау оңтүстік Америкаға барып, Мексика арқылы қашып пысып, талайы Америкаға жету бас арманы. Әлеуметтік желіде көріп отырмыз: TikTok, Instagram, Facebook, YouTube'тан. Бүкілі кейін шығып айтып жатыр: мен қазақпын, осылай Америкаға қашып жатыр жұрттың бәрі. Оның көзі көрмес, соғыр, не дейді, түйінді көрмес дейді. Қалай көрмейсіздер? Бәрі біліп отыр ғой, көріп отыр ғой. Енді қарапайым халықты жұмыспен қамтамасыз ету тетіктерін қарастыру керек қой. Біздер қарапайым турист шығармаймыз. Ертең алдыңа
дрондар келсе, мынау соғысатын ештеңе дайын емеспіз біз. Бір патрон жоқ, бір пистолет жоқ. Қазір жаңа ішкі істер, сыртқы істер, ұлттық қауіпсіздік қызметі, прокуратура, соттағы тұрған жігіттердің ана пистолет Макарованың өзіне патрон жоқ. Бәрін біліп отырсыздар. Айналайындар, завод, фабрика ашу керек, өнеркәсіппен дамыту керек. Мына көз ілеспей жылдамдықпен Қытай міне көршіміз дамып кетіп жатыр. Біз әйтеуір таңертеңнен кешке дейін жиналыстан басқа көз ашпай қалдық. Құрылтай дейсің ба, басқа дейсің ба, қайта-қайта жылда құрылтай жасай бермейді ғой денсау адам. Ақкөлік галстук тағып алып, бетіне қарап отырады бір шалға телміріп. Мен қарап отырып, жеркенішті, құсқым келеді анаған. Өйткені айналайына өзгеріс жоқ елімізде. Сол баяғы шалдар отырып алған, кетпейді, қоймайды, орындықты бермейді. Қарапайым халық не істейді қалқан? Қалғандар не істейді көкем-ау? Бұл жылағандық емес, осы Алтайды Жамал апам қартайды деп, баяғы жартас, сол баяғы адамдар отыр. Светқали Нұржанов, Ақылбек Күрішбаев жаттап алғанбыз анау. Измахамбетов деген ана батыс Қазақстанды басқарған депутат болып отыр. Шал-шауқан кемпір шалдар отырып алған. Біздер қашан жұмыс істейміз? Бір Құдай біледі. Таң қаламын, Қазақстан деген бұл мынандай түрімізбен біз сол баяғы жартас, сол мереке құлкеніп отырып алған алдын қатарда. Екі кемпір, ешкім танымайды. Осылай ел бола ма бір шалға қарап? Айналайын-ау, бір басқа өркениетті елдерден қатарына кіру үшін соларды шақырып, олармен біте қайнасып, бүкіл менделік кестесіндегі жаңағы мұнайдан бастап бүкіл уран, кальций, газ бәрі таусылғаннан кейін не істейміз? Қоңыз теріп кетеміз ба? Мен дым түсінбеймін. Құрылтай етеді. Күнде анау күні не қылып Бауыржан Бабажановқа сұхбат берді, соны талқылады 20 күн. Енді мына құрылтайды 20 күн бір ай талқылайды. Ешкімге керек емес. Енді конституциялық кеңес құрамыз дейді, оған пәленше бәрінің өзінің адамдарын қойып қояды, бәрі бағынатын. Мына түрімізбен ел болудан қалып барамыз өкінішке қарай. Ана Ирандағы қапылып жатыр бір-бірімен. Мына жақта Венесуэла өзінің еркінде емес. Мадуроның президентін алып кетті Дональд Трамп Америкаға. Енді өз заңымен соттайды. Енді Гренландияның өзіне қауіп төніп тұр. Мына жағынан Дания бергісі келмейді, ар жағынан Америка алғысы келеді. Мына жақтан НАТО шулап жатыр Европа. Шалға кетіп баратқан жас қыз секілді бүкіл шулап жатыр төрткүл дүние. Енді мынау Украина, Ресей соғысы тоқтамайды. Біз сол кімге не істеріміз білмей, көзіміз бақырайып, сол басқа да транзитті жолдар табу керек қой. Тек мұнайды сатумен шектелмей. Өнеркәсіп, инвестиция тартып, мына қарапайым халықты жұмыспен қамтамасыз ету, киім шығару, басынан бақай жағына дейін киетін костюм шалбар, аяқ киім, бас киім тігетін заводтар, текстильный заводтар бар еді баяғы, тігін заводтар. Фабрикалар ашылу керек. Мына 4 түлік малды бағатын субсидияны жаңағы түйе, сиыр, жылқы, қой, ешкіге беру керек. Молырақ қылып, сол ауыл шаруашылығын көтеру керек. Ата-бабамыз өмір бақи қой баққан. Қазір қой бағатын адам қалмады. Сол секілді бір тірлікпен айналысу керек қой, құр жиналыс жасап, ақкөлік галстук таққан адамдар жинап алып, солардың бетіне қарап отыр бір шалға. Дым түсінбеймін мен. Бұндай мемлекет басқару жүйесін тоқтату керек қой, жалпы. Басқа жүйемен, басқа парламенттік басқару жүйесімен Европа секілді демократиялық сөз бостандығын бұлар тыңдайма десек, дым тыңдамайды біздер, құлақ аспайды. Өз бетімен әйтеуір байып жатыр. Барлығының мақсаты бір терінің пұшпағы илеп жатқаны. Сол бюджетті ұрлау, таңның атысынан күннің батысына дейін барлығы бір қазаннан тамақ жейді. Сол офшорға, шетелге бала жағасын тығып қойып, сол жаққа ақшаны жіберіп жатыр. Қарапайым халықпен шаруасы жоқ ешкімнің. Бір Астанада 500 үй салынбаған, қаңырап тұр. Жаңағы крандары көтеріліп. Тағы да 500 үйде адам жасап жатыр, бірақ құжаттары дайын емес. Құжат жоқ. Осындай, бұндай келеңсіздіктер шаш-етектен осылай. Бір құрылыс саласының өзі осындай былық. Жол салу, жаңағы қыста қар күреу, ол әкімдіктердің ол өзінің бизнесіне айналғаны қай заман. Брусчатка жасау, анау тротуар жасау, жолдың езуін. Басқа ештеңемен айналыспайды. Баяғы Шөкеевтің кезінен
Иманғали Тасмағамбетов, әйтеуір әкімде бірінен соң бірі ауыса береді. Шахматтың орны ауысқандай. О парламентте оны ертең құрылтайде, сенатте атын ауыстырғанмен ішіндегі жүрген адамдар баяғы сол адамдар ғой. Біз үйреніп қалған. 35 жылдан бері кетпейтін. Оның атауы өзгергенмен шахматта деген солай ғой, оның орны ауысқанмен іс жүзінде сол баяғы ләббай тақсыр өзіне алдында құрықтай жорғалайтындар ғана отыр. Осындай құрылтайды өткізгеннен кімге пайда, кімге зиян? Көптен пайдасы жоқ қарапайым халыққа. Күлтөбенің басында күнде жиынды Мөңке би бабамыз баяғыда айтып кеткен бұны. 300-400 ғасыр бұрын. Сондықтан ол қайсы бірін айтасың? Әйтеуір сіркем су көтермей тұр да, әттеген аналарға көріп, жаңалықтан қарап отырып, сол баяғы адамдар отырып алған. Әттеген ай. Ішің удай ашиды. Қолдан келе дәрмен жоқ. Қайсы бірін айтасың? Қолында билік болмаса ешкім тыңдамайды. Билігі бар адам сол ежелеп оқып береді. Жылда сол, ендігі жыл тағы бір жерде құрылтай өткізеді. Парламенттің аты құрылтай болғаннан кейін не сұрайсың? Сол бір паратары дейді, баяғы 110 депутат еді, сенат 45 адам, соның бірін қосып жіберді, сенат пен депутаттарды қосты, енді бір параталы дейді. Кімді алдап отыр? Сол баяғы адамдар сол отырып алған, партия арқылы сайланады дейді. Ол кім сайланатын белгілі ғой? Әрбір адамын ақшасын алып өткізе береді. Ақша бермегендер өтпейді. Ол бесенеден белгілі ғой. Біз баяғыда 35 жыл болды ғой осы тәуелсіз қалған. Сол күйі ғой, дым өзгерген жоқ. Лайк басыңыз, пікір жазыңыз. Аман болыңыздар.